Сәлем менің каналымның көрермендері. Бүгін мен азанда ұйқыдан тұрдым да балық жегім келді. Сөйтіп базардан осындай балық алғыздым. Бұл Шардараның балығы екен. Маған сол базардан сыртын барлығын тазалап, осылай бөлшекке бөліп, балықты дайын қылып салып жіберіпті. Мен үйге әкелдім да оны суға жуып, осылай бөліп, тұздап қойдым, жақсылап тұздап, көз мөлшерімен тұздадым. Екі балықты бөліп осылай бөліп, тұзын сеуіп, жарты сағатқа қойып қойдым. Жарты сағатта тұзы сіңіп, балыққа артық суының барлығы шығып, дайын болып тұрады уже қуыруға деп. Негізі мен балықты өзімнің мамамның рецебімен қуырамын. Өте күшті болып қуырылады және өте дәмді болып шығады. Қазір сол рецепті сіздермен бөлсем. Міне осылай тұзын сіңдіріп жағып жатырмын мына видеода. Сөйтіп жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін уже балығымызды алып қуыра берсек болады. Жарты сағат өткеннен кейін майымызды қатты қыздырамыз да, осылай бір тарелкаға ұн сеуіп қойдым да, сол ұнды балықтың екі жағына сеуіп, балықты бір аунатып, сол қызып тұрған майға екі жағын қызартып тұрып қуырып алдым. Өте күшті болып балығымыз дайын болады. Сосын біздің үйде барлығы балықты, тек балықты емес, картошка, пиязмен бірге жеген жақсы көреді. Қазір соны да көрсететін боламын. Мына балықты қуырып жатырмын. Бір жағын қызартып қуырамын да, екінші жағын қойып, оны да қуырып алам. Одан соң тағы бір аунатып, тағы қуырып алам. Қып-қызыл күшті болып балық почти дайын болып тұрады. Сөйтіп картошкамен бірге бір бастырып алам. 5-15 минутқа. Міне қараңыздар, күшті болып қуырылды балық деген. Дәмі де тұзы да күшті болған ғой. Өте дәмді болып шықты. Дәл осындай рецептпен дайындасаңыз, сіздікі де өте керемет болып шығады. Міне қуырып жатқанын тағы да бір көрсетіп жіберейін деп тағы видеоға түсіріп алдым. Мұнда осылай жұқа етіп, екі жағын аунатып аламыз да, қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Болды. Осылай балықты қуырып тұрып, піскен шетінен үзіп алып жейтін мен ғана емес шығар, е? Күшті болды, балығын қуырған өте дәмді шықты. Мен енді картошка мен пиязды ашып дайындап қойдым. Оны жұқа етіп турадым да, пиязбен бірге. Жаңағы балық қуырған майы бар емес па, содан бір 3 ожаудай құйып қазанға. Содан осы пияз бен картошканы қызартып, күштілеп қуырып алдым. Почти дайын болған кезде, уже пісіп, почти дайын болған кезде, картошканың бетіне балықтарды бастырамыз да, бір 5-15 минут аралығына қойып аламыз. Картошкамыз толық піскен кезде уже салып жей береміз. Мен картошкамда барлығы, балығымда барлығы күшті болып пісті. Ыстық екен, қолым деген күйіп жатыр ғой. Видеода осылай дайын болды. Мен тез видеоға жақсылап түсіре алдым деп айта алмаймын, өйткені үйде бір өзім болдым. Сосын балалар да сабақтан келеді, жолдасым да жұмыстан келеді. Асығып тез бірақ түсіріп те үлгердім. Балығымды да дәмді қылып жасап та үлгердім. Ас болсын, дәл осындай рецептпен жасап көріңіздер. Және каналыма лайк басып, видеолардың астына лайк басып, видеоларды аяғына дейін қараңыздар.